по повышению доходов населения. Өзіңіз білесіз, бағдарлама бар по повышению доходов населения в целом. Там осы бағдарлама бойынша 5 бағыт бар. 5 бағыт. Бірінші бағыт это повышение в реальном секторе экономики, создание рабочих мест в реальном секторе экономики. Второе направление – это по повышению доходов населения, именно сельского населения, ауыл аманаты бағдарламасы. Үшінші ол в целом системные меры поддержки, меры государственной поддержки. Есть направление по увеличению заработной платы бюджетникам и государственной социальной поддержкой. Это вот то, что социально уязвимым слоям населения. Результаты какие? Ну, она вот в 2022 году была принята у нас, сейчас продлена, то есть актуализирована в прошлом году, и на сегодняшний день, вот за 2 года, более 2 миллионов рабочих мест создано по этой программе. Это и, вы знаете, есть национальные проекты, есть инвестиционные проекты. Там программы были субсидируемые рабочие места. Это, например, первое рабочее место программа была, или серебряный возраст программа, то есть тех, кто уже в возрасте трудоустройства этих людей. И, значит, по бюджетникам вы тоже в курсе, наверное, увеличение заработных плат было по учителям, педагогам. В году участникам подняли заработную плату, архивариусам, лесникам в прошлом году подняли заработную плату. Қанша пайызға ол кісілердің ақшалары? 30 пайызға дейін жалақысы көтеріледі. Егер де айлықтары 85-90 мың теңге болса, онда ол қанша теңге болады енді сізге? 100 мың теңге енді жеткілікті деп ойлайсыз ба? 20 пайызға ол кісілердің айлықтары көтерілген. Это же постановление правительства, есть четкая сетка. Этот вопрос больше, наверное, к министерству туда, насколько там, какая заработная плата будет. Жоқ, енді ол еңбек министрлігімен сіздер енді бірлесіп оны шешесіздер ғой дегенім ғой, ұлттық экономика министрлігі қаражат жағын. Сол жатпайды осы сұрақ. Бірақ жалпы бюджеттен 1,7 триллион теңге осы мәселеге қарастырылған, бөлінген 2 жылдың ішінде. Тағы бір бағыт, это социально уязвимые слои населения, оларға тоже 17 мың микрокредит берілді, гранты, где-то 25 миллиард теңге бюджеттен бөлінген осы. Анау зейнет ақы қорындағы қаражаттар қайда жұмсалған? Қайда кетті қазіргі уақытта? Оны қаржы министрлігіне. Ол сіздер қадағаламайсыздар ма сіздер ұлттық экономика министрлігіне? Бірақ менің құзыретіне жатпайды, сондықтан давайте жазбаша түрде берейік сізге. Анау экспоны салған кездегі зейнет ақы қордағы қаражаттар полиция қызметкерлерінде сол кезде 1 жылдық па, бірнеше айлық жаңағы зейнет ақыларын берді ғой, сол қаражаттар не болды аяғы? Қайтадан сол қорға қайтарылды ма? Сол жұмсалған ақшалар. Қазір айта алмаймын, жазбаша түрде берейік қазір. Жақсы. Мен құзыретіне жетпайды, сондықтан. Азербайжан банкіне алынған, берілген қаражаттар ол тағы да қайтарылды ма негізі? Оны Нацбанкта сұрамыз. Бізге жатпайды осы. Ұлттық экономика министрлігі бұл жақтан да қадағалаушылық. Бізде вице-министр көп қой, 5 вице-министр бар, соның мен құзыретіне жатпайды.